Қалпақстан Республикасында халыққа ішімдік суын жеткеріп беру, қызметінің сапасын арттыру, тұтынушылар менен есап-сандық жұмыстарын дебитор қарыздарларды азайту һәм ішімдік суынан нызамсыз пайдалану жағдайларында алып барып отырған қадағалау ләжлары хақында мағлұмат беріп өтеміз. Бүгінгі күнде системадағы тикарғы мәселелерден бірі тұтынушылардың ішімдік су һәм ақаба су қызметлері үшін төлемдерді өз уақытында әмелге асыру һәм дебитор қарыздарларды қысқарту болып есептелінеді. 2026 жыл 1 август қалатына республикамыз бойынша дебитор қарыздарлық 10 миллиард 681 миллион сомды құрайды. Содан жеке қожалықтардан 10 миллиард 246 миллион сом, юридик карханалардан 436 миллион сом. Соның ішінде қарыздарлықтың тикарғы бөлігі өз уақытында төлемді әмелге асырмай атырған тұтынушылардан ұшыраспақта. Сол себеплі қарыздарлықты анықтау, тұтынушылармен түсіндіру жұмыстарын күшейту, қарыздарлықты өндіру бойынша тұрақлы түрде жұмыстар алып барылмақта. Әзіргі күнде тұтынушылардан дебитор қарыздарлықты өндіру мақсатында 800-ден астам сот істері алып барылмақта. Бұл сот істері шеңберінде ұлма 1 миллиард 965 миллион сом мөлшерінде қарыздарлықты өндіру белгіленген. Бұл қарыздарлықты сот тәртібінде өндіру жұмыстары системалы түрде давам еттеріліп, дебитор қарыздарлықты азайтуға айрықша әтібар қаратылмақта. Ішімдік суынан пайдалануда нызам бұзушылықтардың алдын алу, су тармақларына нызамсыз жалғану жағдайларын анықтау, есептағыштардың су тамғалары орнатылғанлығы һәм ішімдік суынан тұтынушылардан пайдалану жағдайлары бойынша қала һәм райондарда тұрақлы түрде рейд ләжілері өткерілмекте. Жыл басынан бері жәмі 480 рейд ләжі өткеріліп, рейдлер дауамында 212 өз басымшылықпенен су тармағына жалғану һәм судан нызамсыз пайдалану жағдайлары, сондай-ақ 268 басқа түрдегі нызам бұзушылық жағдайлар анықталды. Анықталған нызам бұзушылықтар нәтижесінде тұтынушылар тарапынан жеткізілген 1 миллиард 314 миллион сом мөлшеріндегі зиян есептелініп, көрілген ләжілер нәтижесінде соның 791 миллион сом өндіріп алынды. Рейдлер дауамында тұтынушылардың су тәминаты системасына жалғану һәм техникалық жағдайы, су есептағыш көрсеткіштерінің дұрыстылығы және төлемдердің өз уақытында әмелге асырылуы үйренілмекте. Анықталған нызам бұзушылықтар бойынша белгіленген тәртіпте дауалатнама рәсмилестіріліп, жеткізілген зиян мөлшері есептелінбақта һәм әмелдегі нызамшылық талаптары тикарында ләжілер көрілмекте. Соны айрықша атап өту керек. Рейд ләжілерінің тикарғы мақсаты халықты жаримаға тарту емес, ал ішімдік суынан нызамlı һәм ақылға ұрғас пайдалану мәдениетін қалыптастыру, су ресурстарын асыраудан ibarat. Барлық тұтынушылар ішімдік суынан ақылға ұрғас һәм үнемдеп пайдалануға, су есептағыштарын саз жағдайда сақтауға, есептағыш көрсеткіштерін өз уақытында ұсынуға һәм тұтынған қызметлер үшін төлемдерді белгіленген міндеттерді әмелге асыруға шақырамыз. Қалпақстан Республикасында ішімдік су тәминаты қызметкерлерінің сапасын арттыру, тұтынушылардың бар болған қарыздарлықтарын кемейту һәм нызам бұзылуларын алдын алу бойынша тұрақты түрде жұмыстар давам еттіріледі.